Сәлем балақай, бүгін Нұрболат ағай сендерге адай күйінің шығу аңызын оқып береді. Ертеде Құрманғазы жолаушылап келе жатып, бір адайдың үйіне түседі. Үй ішінде шал мен кемпір бар екен. Құрманғазы қай жерден, қай елден келе жатқанын ашып айтпай, қазақ әдеппен құдай қонақ екенін айтумен тоқталады. Үй иелері бір шаруамен далаға шығып кетеді. Осы кезде Құрманғазының көзі керегенің басында ілулі тұрған үкілі сары домбыраға түседі. Домбыраның үкісі оның иесінің не қыз, не сал мен серінің бірі екенін ескертеді. Домбыраны қолына алып бір-екі қағып, әдейі теріс бұрап, бұрынғы орнына апарып қайтадан іліп қояды. Біраз уақыттан соң кемпір мен шал бой жетіп отырған қыз кіреді. Қыздың аты Ақмаңдай екен. Ол келісімен-ақ төрде отырған қонаққа көз қырын салмай, керегенің басындағы домбырасын алып тартуға айналды. Бір-екі қаққасына домбыраның бұрау өзгергенін сезіп, "Мынаған кім тиген?" деп әке-шешесіне қарайды. Олар не дерін білмей, жазықты осы болар-ау дегендей жолаушыға қарайды. Ақмаңдай енді қайталап сұрамай, домбырасын бұрынғы өз бұрауына түсіріп, бір күйге кірісіп кетеді. Ақмаңдай күйдің аяғына шыққан кезде Құрманғазы қызға қарап, "Шырағым, күйдің шоғын тартпай, оғын тарттың ғой, домбыраны бері берші" дейді. Күтпеген жерден мұндай әңгіме естіген Ақмаңдай домбырасын Құрманғазыға қалай ұсынғанын сезбей де қалады. Кемпір мен шал аң-таң болады. Бұл өреде Ақмаңдайдың домбыра тартысы жөнінде ешкім бір ауыз сөз айтып көрген жоқ еді. Құрманғазы бір күйді тартып болған кезде отағасы тұрып, "Шырағым, домбыра шертсің бұл араның тартысына ұқсамайды. Қызылқұрт Құрманғазы деген бар деп еді. Сен соның өз емеспісің, аяқ алысың әлей екен" деп. Құрманғазы жымиып, "Болсақ болармыз" деген екен. Отағасы қой сойып Құрманғазыға сый құрмет көрсетеді. Күйшінің атын естіп бүкіл ауыл жиналады. Құрманғазыға қолқа салып, күй тартқызып, бірнеше күн қонақ еткен екен. Құрманғазының адай күйі осылай пайда болыпты. Адай күйінің шығуына қатысты тағы бір нұсқа бар. Махамбет пен Исатай бастаған қол орыс әскерінен жеңіліп жатқан шақта көмекке адай жігіттер келеді. Тыңнан келген күш орыс әскерін ығыстырып түре қуады. Орыс солдаттары шегінуге мәжбүр болады. Адай жігіттерінің батырларына риза болған Құрманғазы қолына домбыраны алып, адай күйін шығарған екен деседі. Бүгінгі осымен тәмам, жайлы жатып, жақсы тұрыңдар.